Барлығына әже, әжеме ата болып жүре берсін, өмір жастары ұзақ болсын. Осы кісілердің арқасында менің перзенттерім ойнап күліп жүруге алған нәрсе. Ай бәрекелді, рахмет. Біздің әрине Шырымбек көкемізге де дәл осындай керемет шуба бар, көке келсеңізші. Шырымбек көкемізге Ғафурдың әкесіне арнайы Түркиядан алдырылған керемет шуба. Шуба. Шуба, шуба. Шуба. Құтты болсын көке, апамның қасына барсаңызшы. Сөйтсеңізші, суретке түсірмасын екеуін. Қыздар суретке түсіріп жіберіңіздер көке мен апамды. Суретке фотограф қайда? Фотограф суретке түсіріп жіберші көне, әдем болып тұрғанда. Ей жандарым сол. Құдағайды ортаға алып әдем болып тұрғанда суретке түсіріп жіберіңіз кәне. Қазір көкем шешіп тастаса қайт киімі қойды қазір. Бәрекелді, рахмет. Келесі. Үйе балаға Ғафур қайда? Ғафур, жүгір! Саған бір керемет сыйлық бар екен, Ғафур! Кел, молодец. Көке, рахмет, енді шешіп, сіз құдала жаққа бара берсеңіз болады, иә. Мінеке бізге аласаңыз, құлаша. Ғафурға керемет қалы куртка! Күйеуім жарылмай жүрсін деп әдемі куртка алып келдім. Мына қызымызға бұл да шуба. Енді күйеу баланың сырға анандай сағатын тағып қойдық, қыздың жүзігін тағып қойдық. Молодец, міне. Жаным-ау, ол саусағы толпақты мұнан айналайды, тағат жер қамапты уже. Енді тек мұрны мен аяқ ғана қапты ғой. Әдемі болып үстіп, әдемі болып жүре берсін, олар қосқандарынан қоса растайсын. Балдардың тек қызығын көрге алған нәсіп еткен. Бәрекелді, тамаша. Рахмет. Шешініп рақаттан қапсыл қоям. Жаным-ау, сені бір нәрсе қысылып тұрған сияқты жүзінші мағынан берші. Ергіндікке шыққаны құтты болсын. Келесі. Осы әулеттің үлкен қызы құдашамыз бар, Әсемгүл деген. Әсемгүл апа ортаға келіңіз. Иә, келіңізші құда. Одан кейін айта беріңізші кеп тұра берсін. Одан кейін әрі қайын сіңілім, әрі осы әулеттің келіні. Мен қайын сіңілім, енді атын айтамаймын оны. Аты кім оның? Айжан ортаға келіңіз. Әсемгүл, Әсемгүл апа және Айжан келсеңіздер, тездетейік, келіңіздер. Әсемгүл апа, Айжан. Мұзарап күйеу балам келсін. Мұзарап күйеу бала ортаға келсін. Мұзарап. Бар ма, келді ма? Қайда ат аталған кісілер? Әсемгүл апа, Айжан, Мұзарап, бар ма? Апкеміз келеді. Сый зебат тапсына қойыңыз. Мұзарап келеді ме деген Мұзарапқа да. Осы үйдің қызы Индира құдаша. Индира келіңіз, Индира. Келіңіз. Шапандарыңыз құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, еш уақытта тозбасын, тек тойда амандықта жүре беріңіздер. Индира. Әсемгүл құдаша, Айжан құдашаларыңызға бірге арна керемет сезебат тапсырдым. Шапандарыңыз үстінде тозсын, жақсылықтар. Мынау Динара мен Ғафурды ортаға алып суретке ұстасыңыз болады, әпшелер келіңіздер. Әпшелер, тездетейік Айжан апа. Қатар тұрайық, Динарамен бірге, қасына барыңыздар, суретке ұстасыңыздар сіздер. Сіз құдағайсыз айта беріңіз арман қарайық. Құдағай келесін, кеттік жүргізе берейік. Сіздер қарап жүріңіздер. Міне сый-сеп орталғамыздың Ғафурдың әпкелері мен жезделері қандай керемет тамаша, барлығы да әдемі ағасы. Ой, жаным көкем. Бәсе ұқсайсыз Ғафурға ше? Ағасы ал деп қоям. Рахмет. Ал, құтты болсын, сыйлықтарыңыз денелеріңіз тоссын. Құдағай, жалғастырамыз. Апасы отыра берсең, шапан. Құдағай, жалғастырамыз. Бұлардың барлығы неберелеріме енді курткалар алып келдік, енді алды қыс қойдадық, жаурамай жүрсін дедік. Барлық небереме бір курткалар. Бәрекелді. Ғафур мен Динараның барлық ұл қыздарына керемет сырт киімдер. Балнұрға, Балнұр, Мейіржан, Мейірім бәріне. Мынау енді неберелердің барлығы мен оны ашып көрсетіп жатпайын, тойдың андай алдырмайын. Уақыт алдырмайын, құдағайлар өздері үйге апарып, әулетімен көріп жатамын. Аяқ киімдер де бар екен, неше түрлі аяқ киім, жаздық, қыстық аяқ киім, үйге киетін домашний да бар ішінде. Кімді іздеп жатсыздар сіздер? Біреуін шақырайын деп жатсыздар ғой. Сіңілім, аты кім сіңіліңіздің?
Аяулым ортаға келіңізші. Келесі. Құдағай, хабарлай беріңіз. Менің кіші қызым да арпай алып келген, енді әпшекімнің өзінің сыйлығымен жездесіне беретін сыйлықтары бар. Мына көрпе-төсектерді ашамыз ба? Көрді ғой жөн. Ашпай қойсақ бола ма мүмкіндік болса? Иә, көрпе-төсектер бар, барлығы да. Көрпе-төсегіміз. Мейірімге. Мына кілем жайсаңызшы. Сосы кілем жай, мына шамал-шамал шет жобасын көрсетсін. Үстіне қоя саласың. Екі қабаттап қойсын. Екі қабаттап жайсаңыз да сол, иә. Ренжімеңіздер енді, балаларым толық ашылмады деп уақыт келмеді. Иә, андай ғой. Құдағайда қазір тамақ жеп алды, біздің ауылдағылар құтты бір қоқанда тұрады да қазір тұра қашады бәрі қазір. Қайттық деп. Мына тайымыздың үстіне жабылған кілеміміз, мына тұрған біздің шашуымыз, тәттіміз, фруктымыз, мынаның ішінде нанымыз бар, мына ішінде қоржынымыз бар. Енді бар тапқанымызды осы қоңырат елі жақсылап жеп, ішінде алып келіп отырмыз. Аз да болса көптей көресіздер, жетпегенін жеткізесіздер, жоғын асырып жақсылап мақтай бересіздер ғой менді. Қошамет қайда? Көрпелері. Небереме 4 көрпе, 4 көрпешесімен жастығымен алып келдік. Бар тапқанымызды, бала-шаға деп жүрген адамдармыз. Осы бала-шағаның тек қызығына, жақсылығына тоймай жүре берейік. Әр уақытта той болсын, осы жерде отырғанның барлығы той көрсін, тойымыз тойға ұласа берсін. Жақсылықта, амандықта көрсе берейік. Рахмет. Құдағай, керемет жансыз. Сізге шынында да ризамыз, өте керемет жансыз. Сондай мінекей қыздар өздеріңіз, сондай керемет немерелер немере отырсыз. Барлығы да сіздің көз қуанышыңыз болып жүре берсін. Ал енді, барлық сый-сапатты көрдіңіздер ғой ағайын. Бағасы қандай бағасы? Құдағай мен құдалардың бағасы қандай? Шапала! Рахмет, ағайын, әрбір жан балам үшін де өмір сүреді ғой. Сондықтан да балаларының құрмет үшін әкелген дүниесі балалардың ыстық денесінде толсын. Айта қойыңыз. Әуелесе құда мен құдағайға осы жасап жатқан немере тойлары құтты болсын. Әпше мен жездеме алғашқы өткен тойларыңыз құтты болсын. Тек қана үйлеріңізге жақсылыққа, қуанышқа, тойға келе берейік. Осы жердегі барлық жақсы тілектерге қосыламын. Аяулым сіңлісі Динараның, Әпше мен жездеме арнайы сый-сапаты бар екен. Ғафур жездесіне керемет мінекей жағалы куртка, және біздің Динараға алтын жүзік, және керемет норка жағалы куртка. Құтты болсын. Рахмет. Негізі базардағы алтындардың бәрі әйелдерге екен. Мына үлкен жеңгесі, бұлда өзінің сыйлығы бар. Бағана енді сөзге шыққанда алтынды тартып қойды. Жақсы, керемет рахмет әпкесіне, жеңгесіне. Мына екеуі жеңгесі, ағалары отыр ғой, жеңгелер Жақсы, шыққызы рахмет, ағаларға да рахмет. Барлығына ал Динара, енді өзіңіздің де отбасыңыздың атағында айтылған сый-сипатты ары қарай табыстауға рұқсат. Кеттік кәнекей. үлкен рахмет, әкемнің арқасы, шешемнің қолдауының арқасында келіп отыр. Шамал тұрсалайық ағай. Алмақтың салмағы бар дейді. Бізде өзіміздің шамамыз келгенше сый-сипатымызды алып келдік. Осы жерде екі әке-шешеміз бар, атамыз бар. Соларға берсек ең алдымен. Шамбек көке, Андрей көке, құдалар ортаға келсеңіздер. Сосын мен бауырларым. Бауырлары, Динараның барша бауырлары ортаға келсеңіздер. Нариман, Марат, Қанат, күйеу балам, аяулым. Келіңіздер. Сосын асыркем бар менің, тай алып келген арнайы Астанадан. Тайдай беріп жіберейін деп сүткен, сосын ақшалай бере беріңіз, ақша керек деді. Астанадан тайдан көтпейді жар енді. Ақшасы тұрсы қол кісіге. Келіңіз, құдеке. Таза женшем, жұбайы. Таза, жеңгесі ортаға келіңіз. Ал біздің көкеміз құдамыз келді. Ғафур, аталарыңа, папаларыңа жап кәді сен сепатты. Өзің әкелсе, енді таң қалып тұрсың мұнайды. Ал. Барлығына куртка. Берген жақсы, алған да жақсы.
ағайың өсіп өнген де жақсы, өсіп өнгенді көрген де жақсы. Сондықтан да мына өсіп өнген шаңырақтың ағайын мінекей көріп отырсыздар құда-құдағыларға деген керемет сый сияпаттары табыстаймыз. Тұрсынай апамызға және Шырымбек көкемізге, Санабар құдағайымызға және Әмірекұл құдаға қошемет бар ма? Бақытта, шаттықта, естендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлықта. Рахмет. Сосын тағы бір айта кететін, мына жерде Ғапурдың бауырлары бар. Мұсан жездем, Айжан әпшем, Индира және күйеу баламыз Адылбек. Бауырлар, Ғапурдың бауырлары ортаға келіңіздер. Сіздерге арнайы сый-сияпаттары бар. Ғапур мен әрине Динараның отбасының атынан қабыл алыңыздар. Және неше жылға шейін киім алмай болдыңыздар, рахат болдық апа. Иә, неше түрлі шубалар кидіңіздер, неше түрлі курткалар кидіңіздер. Негізі биылғы қыс қатты болады ау. Өйткені біздің Әмірекұл құданың сондай бір қасиеті бар дейді ғой, ауа райын болжайтын. Айжан әпшем, Айжан әпше. Айжан әпше ортаға келіңізші, Айжан апа. Менің қолдаушым, ақылшым. Үнемі маған қолдауды беріп жүреді, дұқ беріп жүреді. Бәсе, артын спокойно адаматсың. Артын спокойно адаматсың, Айжан деп, құтты подружка құсады. Әпшесі ғой, әпшесі. Әпшесіңіз тапқан екен таза. Айжан апа қарасаңшы артыңызға. Анаяқта жет нәрсе бар ма? Бәсе. Келесі. Жігітіміз бар, сұртқиіміз бар, сіздерге Алла разы болсын. Тек жақсылықта айтсын, той болсын. Рахмет барлықтарыңызға. Болды ма? Сый-сияпаттарыңызды түгел алдыңыздар ма? Табысталды ма жүзіктер, алтындар бәрінің сақ? Сосын, өзімнің екі анама алтын сырғам бар, алтын жарқырап ортамызда жүре берсін. Бәрекелді. Тұрсынай апамызға, Санабар апамызға, алтын сырға. Алтын жүзік екен, алтын жүзік. Жасай беріңіздер. Алтын жүзік аналар сіздер үшін. Құдай бере салған, міне осындай керемет келіні бар біздің көкем апам, қандай бақытты айтып жүріңіз. Динара жеңшеміздің абысының келіндері боламыз, сол кісі абысының келіндерінің артынан умида Пазаргүл құдағайға алтын жүзігіміз бар. Пазаргүл құдағайға. Динараның абысының келіндердің аты құтты болсын. Пазаргүл құдағай. Болды ма? Түгел болды ой дейме, Динара болды ма? Олай болса жақындаңыздар, сыйлықтарыңызды алып жақындаңыздар, суретке түсіп олай папа, мама, ортаға келіңіз, Тазагүл құдағай келіңіз, кеңіз құдаша. Түгел суретке түсіп алыңыздар. Жақын-жақындырақ бір-бірімізге қандай керемет. Айжан әпшем бар ма? Айжан әпше. Ертең ұрсады мен неғып шақырмайсың деп. Өзім суапсыңдар дейді. Динара әпшеңнің бүкіл сырын айттым. Бүкіл жынын айттым, осы атты. Ау, есерке түсіп алайын. Қарап жеріңіз. Қарап жеріңіздер. Барлық сый-сияпат табысталды. Құдалар, Әмірекұл көке, Санабар құдағай. Әрине әрқашанда осындай құрмет төрінде таймаңыздар. Өсіп өніп, жайнаңыздар. Тек тойлаңыздар. Ал, жинап алыңыздар. Барлығын ағайындар жинап алайық. Мына жерде екі қоржынымыз бар. Айтшы бер. Төркінім әкелген, ана мен сіңлім әкелген. Енді оны өзім енеме тапсырам, ары қарай өздері. Келіндеріне берем, тапсырам, өзі біледі енді. Бәрекелді. Оған араласамаймыз. Бәрін араласамайды деп жақсы екенсен. Жақсы. Енді оны қоржындар әкелген жаңа біздің құдалар сол қоржындарды Тұрсынай апа. Енді өзіңіз алып, қайсы столға бересіз, оны өзіңіз артынан қарай өзіңіз шешесіз. Ал ағайындар, мынадай керемет сый-сияпат алғаннан кейін неге бір тамаша ортаға шығып билемеске, а? Ғафур,
Ай, сыйлық алған адамның көңіл күйі көтеріп қалады ғой. Көңіл күйі биге. Кеттік жібер. Ал биге. Ағайдар биге. Нағаштар биге, нағаштар. Я. Биге келдіңіздер, биге. We'll be right back.
көрсін. Жайғасайын. Ағай енді мынау менің қолымда керемет сыйлық. Ең тамаша сыйлық менде 20 литр бензин сертификаты бар. Енді бұл сыйлықты кім алады? 20 литр бензин кімге керек жалпы айтқанда? 20 литр бензин кімге керек? Маған керек деген кесінші. Мен деген. Маған 20 литр бензин керек деген кесінші. Кел. Не болды бензинге ақшаң болмай жүрма кейін кезде машина дәм білем ол сен машинең. Өзі кішкентай бір машинасында бүкіл талаптың затын ары бері тасып жүреді, молодец. Есімің кім еді? Айдан Арай. Арай. Саған 20 литр бензин қазір беремін. Рахмет сенің елге жасаған еңбегің үшін. Әрқашанда жақсы жасауға дайын тұратын адамсың. Жетпей тұрған адамдар жеткізіп тастайды. Ақша жетпей жатса, ақша бере салады. Бензин жетпей жатса, бензинді бере салады кез көресіздер. Арай, рахмет саған. Енді бұлай. Арайды мен ордаға шақырам, әрине осы 20 литр бензинді беріп, бірақ Арай тапсырма бар. Билеу керек. Аяқтағы болмай ма? Не аяқ күшті ғой? Аяқ болмай ма сен? Онда саған сұрақ экраннан шығады, экраннан шығады. Қазір бір сұрақ көрейік. Экрандағы сұрақта не дейді? Біз қазақтар ағайын, қай нәрсеге болсын таң қалып қараймыз да, сосын мынадай деп айтамыз. Пышақ өтпей қалса, қазақтар қайрау керек деп айтпайды. Не айтады? Еркек жоқ. Еркек жоқ. Мына үйде еркек жоқ дей ма? Үйде еркек бар ма? Жоқ дейді ғой. Жоқ па, сен үйінде пышақ өтпейді, қойызынатшы. Дұрыс па? Бұл үйде еркек жоқ деп айтады екен. Дұрыс па? Арай, енді саған 20 литр бензин берейін деп тұрмын мен. Енді екінші сұрақты қоям, жауап береміз. Екінші сұрақта не дейді екен? Қазақтар айтады, мына бала ауырып қалыпты. Қалыпты ғой демейді. Не дейді? Жалқауланып жатыр дей ма? Жоқ, дұрыс емес. Не дейді? Көз тиген дей ма? Емдетек деп айтпайды, көз тиген дейді. Көрейікші, балаға тошты көз тиген дейді екен. Кел. Негізімді 20 литр бензин бөлінейін деп тұр. Музыка. Рахмет, 20 литр бензин бөлінейін деп тұр. Ал, келесі сұрақты көрейік. Келесі сұрақта қазақтар не айтады екен? Қазақтар айтады, тамақтың тұзы көп демейді. Не дейді? Тұз қалды ма? Мына үйде тұз қалды ма дей ма? Не дейді Арай? Дәл осылай ма? Не дейді қазақтар? Үйде тұз қалды ма дейді? Көрейік. Үйде тұз қалды ма дейді екен. Молодец. Мына ұпай бар, қазір екеумізде бір ұпай бар. Мұнаның негізі 2-3 ұпай жинаған кісіге беремін. Ана Арайдың қолында несін аласаңыздар, Арай келді Арай. Келесі, қазақтар айтады, үйде ақша қалмады. Не дейді екен Армағарай? Тұрсаламыз, үйде ақша қалмады. Армағарай не айтады екен? Не дейді? Жауап жоқ, кім бар? Айтшы. Мені сатыңдар. Ана сендердің үйлерінде күнді пайдаланып жүрсің, жоқ айтқанда. Кел ортаға. Мені сатыңдар. Ана кісін сатайық. Келіңіз, билеп. Негізі неге қыздар ғана активді қатысып тойға? Жігіттер не ойлап отырсыздар? Есіміңіз кім? Венера. Келесі, қазақтар не айтады екен? Көрейік. Қазақтар не айтады екен? Жібер. Тамағыңды іш, суып қалады демейді. Не дейді сонда? Тамағыңды іш, суып қалады демейді. Тамағыңды іш дейді, суып қалады демейді. Не дейді? Арнайы шақыру керек па? Не болса шашула? Немелеге тік-тік етпірсің сен? Не дейді Арай? Таусып қалады дей ма? Не дейді екен? Тамақ жоқ. Саған тамақ жоқ дей ма? Дұрыс жауап көрейік. Саған особый проекшені керек па? Дұрыс. Молодец. Бүгінгі 20 литр бензин сертификаты есімі кім? Болды қызға. Тапсырам.
ағай. Мүшелерде попытка бар ғой. Мақса жақсы болды, сұқты болсын, безейіңіз. Ал, келесі. Қонақтар кетті. Дастарханда жинап тастайық демейді, не дейді? Не дейді? Не дейді? Өзіміз отырып шай ішейік. Өзіміз отырып шай ішейік дей ма? Үйде постоянно сондай ма? Иә да. Жақсы, өзіміз отырып шай ішейік дейді екен қазақтар. Үйді жинап тастайық демейді екен, өзіміз отырып шай ішейік. Кеттік, светті өшіріп, экономдап жүріңдер демейді. Не айтады екен? Қойсай сен де. Не айтады екен? Әкең светті бастығы ма деп анау. Вообще негізі бар ғой, сумаң кетіп. Аузында сөз тұрып айтады екен ше. Келесі. Ол оны қатты жақсы көреді демейді. Не дейді сонда? Соның айтқанымен жүреді ғой дейді. Сол айтқанмен жүреді ғой дей ма? Не дейді екен? Подкабловочек дейді? Не дейді? Айтшы, не дейді? Дуалабаған дей ма? Көрейікші жауапты. Дуалабаған дейді екен. Кел, молодец! Дейді? Ай, молодец! Сізде бір попитка бар. Арай, сенде әлі сол бір попитпен тұрсың ғой сен. Вообще ешкіммен шаруам жоқ ғой. Вообще көзек айтпайды екенсің ғой сен. Молодец! Мынау таза ұрады екен енді. Келесі, не деген? Тамақ ашып кетті. Тастау керек демейді. Не айтады? Тамақ ашып кетті, тастау керек деп айтпайды. Не айтады? Не дейді? Айтшы, өзіме құлағым айтшы. Итке беріңдер дейді екен. Тамақ ашып кетті, тастау керек дейді. Не дейді қазақтар? Айтпайды. Кішкене ыстық барып шейік дейді екен. Айтыр екен, сұрама. Ана кісі бар ғой, вообще. Не дейді екен? Папаң жей салады дейді ма? Айналайын еркектер ай. Не жеп жүргендеріңізді білесіздер ма жалпы? Жауап. Папаңнан сұрақ жемеген дейді. Айналайын бәрай. Венераға қошыды! Рахмет бері. Енді біздің ортамызда мынандай Мантағазан екеуіңіз бер жағын тұрыңыздар. Көрейік, кімге береді екен? Арай, сен вообще бәріне қол құрға алмадсың. Біртіндеп аны дәу колонке барып қаласың ау. Кеттік ал. Келесі, екеуі жарасымды жұп, екен демейді. Не дейді екен сонда? Екеуі жарасып жүр екен демейді. Не дейді екен? Таш отырайықшы, айналайындар, айтыңшы, не дейді? Өмір жабысып жүреді екен. Арай, не дейді екен? Сондай шығар. Қандай жауаптар? Не дейді